Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін 20 наурыз, арғы күні наурыз мерекесі. Ертең біздің маманың туған күні. Сәлем Мерей. Және біз бүгін дайындықты бастап кетті. Ертең біздің үйде қонақ көп болады. Бізде жалпы негізінде туысқандардың слеті, съезі маманың туған күніне сәйкес келеді. Биыл да яғни айырмашылық жасап жатқан жоқ алдыңғы жылдардан. Сондықтан бізде қызу дайындық және де айтайын деген мама биыл 50-ге толып жатыр, елеулі дата. Сондай бір ерекше жиын болғалы тұр, мерейтой. Сондықтан бізде 2-3 күн бұрынғы дайындық. Енді Мерейден сұрастырайық. Мерей, сіз не істеп жатырсыз қазіргі уақытта? Мен қызу дайындықтамын, деймін. Қандай? Бүкіл осы үйдің тірлігінің бәрін мен мойындаймын. Айтпақшы, дайындыққа үйдің жинауына қатысты. Егер біздің жаңа жылдық видеомызды көретін болсаңыздар, үнемі қиын жұмыстар бізде балнұрдың үлесін етеді. Біз жаңағыдай кухняда гламурный жұмыстар Видео түсіріп жүреміз. Видео түсіріп, балнұр ана жақта үйдің бәрін жинап, пылесос, еден жуып жатыр. Біз мына жақта. Мерей, сен не істеп жатсың? Кекс пісіріп жатырмын. А мен печеночный торт пісірейін деп жатырмын. Ой, даже ұят айтуға қазір. Бұл кекс өте оңай әрі аз ингредиенттер талап етеді. Балдар бір жарнама істейміз. Қандай жарнама? Тұра қалып істейін деп жатырмын. Деп қоямын. Балнұрдың досы келді. Бұл бұрын менің досым болатын. Қазір Балнұр өзіне должность алды. Мерей досым. Мен сондай творчестволық неге кеттім деп ма? Önce өзімнің жағыма кеттім десең. Менің сондай нем бар. Үйде бәрі мен ең көп тамақ жейтін қыздар қарайды деп. Бізді мама асханадан шығарып жіберді. Мама наурыз көже қайнатып бастап жатыр. Қазы кетті, бірінші ингредиент. Сосын? Чаданшы? Жайлап жеке жүгері, бидай. Арғарай. Жеп түрлі дәрсе. Мерей. Без комментариев. Мерей саған кексті жедеген жоқпын, кекс пісірген. Үйген десем ол. Жасыл кекс көргенсіздер ма? Не насъел, мама? Наурызға бас тазалауға. Ой. Ал кекс. Что пішсін енді? Достар, тағы да сәлем. Бүгін 2-ші күн. Кеше мен ойладым бүкіл біздің жұмыс процесімізді түгелмен түсірем деп, бірақ үлгермедім де, қолым да босаған жоқ. Сондықтан бүгін 2-ші күн, және де бүгін бәрі дайын. Тадан! Және де біз қонақ күтіп отырмыз қазір. Бір сәт мақтану. Мына тортты мен істедім. 5 сағат істеген шығар. Енді біз дастарханмен таныстырайық, бәрін. Сонымен, нені таныстырғыларың келіп отыр білмеймін. Кексті бірінші таныстырамыз. Менің өзін істеген, давай. Міне кексі. Міне, бұл кекс
Жасыл, қоңыр және де ойбай. Андай, естественный цветте. Балнұр, сен қандай баға бересің? 10 берем. 10 бересің ба? Я кеше дәмін көргем, күшті оған. Да. Бүгін конкретный сахарный пудра все вообще әдемі тұр екен. Я маған әсіресе мына түсі ұнайды. Иә. Изумрудный. Негізінде бүкіл жаңағы ой. Қонақ келді. Келіңдер, торлар. Қандай кесе қояйын? Дәу кесе, кішкентай кесе, асықпай. Мынандай қыз бере берейін, иә? Добавка беремін. Қостым. Көке, көрші, айран қосайын ба, қоспайын? Қонақтар наурыз көже ішіп жатыр. Біз үстелімізіне сыймай қалдық. Баяғы кішкентай кездегідей үшеуміз бөлек отырып ішеміз. Балнұр баяғыдай үшеуміз бөлек отырып ішеміз. Үлкендердің столы, кішкентайлардың столы біз шығарып жүр. Наурыз көжені екі тостақтан тойып жеді екен ғой. Жаңа аналар айтып отыр. Не істемей жатырмыз. Бұртынамай жатырмыз. Тамақ жегіміз келіп барады. Қандай наурыз көже болыпты? Өлгенский наурыз көже. Тойбастар берем, тойбастар. Жақсылап айтыңыздар. Онда мен де айтамын. Көзді жұмып. Бекболат, сағат қанша болды? 8 болды. Бекболат, Ай, тоқта. бас. Басын кәдім деп. Басын аяғым деп та. Басын қай басты? Тамда да екен. Мама. Ай, отырмақ па? Ұзақ қосын. Қыздарды қияға. Сол немерелерінің қызықшылығын тоймай. Шал мен кемпір болып, сар шал, сар кемпір болып. Құда қаласа сол қызықшылықтарын мол болып жүре беріңіздер. Мен бәрін алтын жүзік тағатынын білген мен. Енді неге? Сарыағашқа, путевка. Ол, болады сол. Бір неге қойшы. Жақсы. Кімнің қызы билеп жатқан, кімнің қызы? Ей, жаным ғой. Ойбаннаға не ғой? Айгүлдің қызы артынан деп келеді. Машиналарын жолда қалып кетеді. Профессионально билейді. Онан да билейді.